Қара шаңырақ. Тәубе дейін, баспанадан тарлық көрген адам емеспін. Дәм тұз айдап, қай ауыл, қай қалаға барсам да, тұрғын үй мәселесі аса қиындықсыз шешілетін. Үйленіп, үй болғандағы оңаша отау, өзіміздің алғашқы баспанамыз, кейін оны кеңейтіп, қолымыз жеткен үлкен үйлердің әрқайсысы туралы ыстық естеліктер көкіректе сайрап тұр. Еш қайсысын ұмытқан емеспін, бәрі көз алдымда. Бірақ солардың бірде біреуі түсіме кірген емес. Керісінше, біз өскен қара шаңырақ, әкеміз салған үлкен үй түсімнен шықпайды. Балалық шақ өткен көше, жыл сайын көктемде сыртын әктейтін үлкен ақ үйдің әр бөлмесі мен күнде сыпырылатын ауласы, шағын бау-бақшасын әр түрлі қалпында көремін. Алаңдайтындай жағымсыз емес, өте жағымды түстер. Біреулер мұны сағыныштан дейді, сағынуға тағы себеп жоқ. Арада сонша жыл өтті, ол үй бұзылып та кетті. Одан бері өзімнің талай өз үйім өлең төсегім болды. Неліктен тым болмаса солардың бірі түске енбейді? Мен мұның сырын түсінбей, осы біледі-ау деген үлкендерден сұрап та көрдім. Тұшымды, көңіл жұбанатындай жауап таппадым. Тек бір жолы қаламгер ағамыз өзгеше кеңес берді. Өзің үй сал, сонда түсіңде тек сол үйді көретін боласың. Мен осы сөзге құлай сендім. Енді менің бар арманым, есіл дертім жаңадан үй салу болды. Құдай оған да жеткізді. Бас-аяғы 2 жылдың ішінде еңселі үй көтеріп, көшіп алдым. Алайда жаңа үйдегі алғашқы түнақ түсіме сол баяғы ауылда қалған ескі үй кіріп шықты. Маңдайда бар екен, Алматыдан Астанаға ауыстым. Мұнда да жаңа пәтерге қоныстандық. Әлгі өзім салған үйде 4 жыл тұрып, көшерде сатып кеткенбіз. Әрбір кірпішіне дейін тасып, басы қасында жүріп, тұрғызған сол үйде түсіме кірген емес. Кеше тағы ауылдағы үйді түсімде көрдім. Бұл не қылған таусылмас тартылыс күші десеңші. Жұмыр жер бетіндегі алғашқы үйді періштелер салған деседі. Кімге арналып салғаны айтылмайды. Әйтеуір адам атамыз жұмақтан қуылмай тұрып салынғаны ғана белгілі. Қазіргі бет түзер құбыламыз болып қалған сол қағбаны сан ғасырлардан бері исі мұсылман баласы тым болмаса жақыннан бір көруді армандайды. Күніне миллиондаған адам айналып тауап ететін қасиетті үйдің қадірі бөлек әрине. 5 парыздың бірі деп оған да барып қайттым. Меккеден оралған күнақ түсімде тағы да әкемнің ескі үйін көрдім. Сол жолы бірақ қағба мен қара шаңырақта ұқсастық барын түсіндім. Қай қалада қанша сарай салсаң да өскен ұяның орнын баса алмайды екен. Жас ұлғайған сайын күллі мұсылманды ынтық еткен қағба сияқты қара шаңырақ та өзіне тарта түсетін тәрізді. Өйткені шыр етіп өмірге есік ашқанда көрген босағаға кіндігіміз байланып қалады екен. Қонақбай Қожанияз. Оқыған Күлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.